Бүгін тағы симплекспен шықтық. Бізде находканың ең алғашқы находкалар мынау шықты бүгінгі. Сосын кілт шықты. Кейіннен 20 теңге шықты. Енді қараңыздар не шыққан. Спаси, сохрани деген күміс сақина. Қараңыздар не тауған. Мүйіз темірден жасалған. Находка очередной. 5 копеек. 1977 жылы. Келесі находка 5 теңге 93 жылы. Бірінші рет тауып тұрмын бұны. Менде үйде 3 теңгелік бар, 1 теңгелік бар, 5 теңгелік. Теңге. Такой 5 теңге. Закидывает находка. Так. 2 копейки. 2 копейки. 70 жылғы. Окей. Кезек находка. Назар. Кольцо такой круассар екен. Круасс ішінде шығар. Мынау ішінде круасс бар сияқты. Тоже майы салу керек. Үйге барып тазалап сіздерге көрсеткен боламын. Жалғастырамыз қолымызда. Қараңдар достар, тағы да күміс. Жоқ, бұл обручалка кішкентай. Андай сигнал бойынша күміс сияқты тұрды. Күміс болу керек негізі. Ау, ішінде провасы бар екен.
копеек. Он 15 копеек. 1961 жылы. Достар, қараңдар, менде находка тағы да. Советский сақина. Медный болу керек. Бізде кезекті находка. Тиындар. Осындай тиындар көп шығып жатыр. Олардың бәрін түсіріп жатқан жоқпын. 1 копейка 1978 жылы. Онлайн находка 5 теңге. Неше тесік қапты. Ini монета. Так. Үш копейка болу керек. Размері бойынша. Қазір тұрсақ қарап көрейін. Міне достар, мен бүгінгі тапқан табысым осы. Міне сіздерге шетінен мастер шолып жасап көрсетейін. Мынау 5 копейктер қатарымен тізіп қойдым. Біріншісіне бірі. Мынау бізде 15 копейктер, 3 копейкадан 2, 10 копейктерден 6. Мында қанша? 20 копейкадан 4. Сосын мынау сынып қалды, жаңа ұрып кетпенмен қазып атқан кезде. Сосын 5 теңге 1993 жылы әдемі сақталған екен. Сосын мен мынау жаңа тазалау кезінде 2 копейканы тазалап көргем. Мынандай жылтырады. Сосын 1 теңгелік, мынау түйме. Мынау 1 копейкалар, 20 теңгелік, 5 теңгеліктер. Сосын мынандай медный бижутерия. Ең главный находкалар міне бүгінгі. Күміс сақиналар. Күміс обручалка осындай. Сосын екіншісі бізде спаси, сохрани деген мынандай
сақина. Сосын мынандай кішкентай печатка. Размері үшеуі де бірдей десек болады. Почти. Кішкентай екен негізі. Мен мынау саусағыма да келмейді.